Аты-жөнім Жәнібек Нұржанов. Осы жердің тумасымын, осы жерде туылып өскенбіз. Біздің осы жерде тұрғылықты халыққа керекті, мына жерден темір жолдан өткел керек. Өйткені бала-шағаға арғы беттен футбольный площадка соғып берді өкіметке. Рахмет. Мешіт қойып берді. Рахмет әрине. Бірақ сол мешітке өту үшін бізге ыңғайып өткел керек темір жолдан. Міне темір жол. Ал бізге өткел жоқ. Ол өткелден малда өтеді, адамды өтеді. Тем более, мына жерде екі линия бізде пойыздың. Біреу арғы беттен келсе, біреу бергі беттен келеді. Оның арғы беттен келе жатқан пойызды бергі беттен бала келген көрмейді. Дабыл сигналы жоқ. Қанша адам қырылды бұл жерде. Енді бұрын перез бар еді, қазір перез жоқ. Не өткел жоқ, не светофор жоқ, не дабыл сигналы жоқ. Сондай жағдай жоқ, сол жағдай бізге керек қазір енді. Қазір мұнда мыңнан аса халық тұрады. 500 емес. Мұнда водник деген болған, бұрын саяжай болған. Қазір енді ауылға қосылды, бәрінде городской прописка. Бала-шағаның бәрі 5 километр былай қарай, 5 километр былай қарай, осында келіп жиналады бәрі. Осы жерге ойнайды, осы площадкаға. Қанша бала келеді? 100-деген бала келеді кейде. Оны бірде болмаса бір пойызға түссе, кім кінәлі? Бекерге ата-ана шырылдап қалады да, сол үшін жағдай керек бізге, өткел керек, дабыл сигнал керек. Сол жағдай бізге.